Сәлем достар, бүгін левомекөл жақпа майының пайдасы туралы айтатын боламын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Левомекөл екі белсенді заттан тұратын аралас препарат. Көптеген ауруларға ем, арзан жақпа май. Жақпа майдың ешқандай иісі жоқ, бірақ ащы дәмі болады. Қолданылуы ауыз қуысындағы әртүрлі жараларды кетіруге көмектеседі. Қызыл иектің қызарған жерін емдейді. Жақпа майды мақтаға жұқалап жағып, немесе бинтке бүктеп алып, қызыл иектің қызарған жеріне 1 сағатқа қоясыздар. Сондай-ақ безеуді кетіруге көмектеседі. Мақта таяқшасының көмегімен безеуге жағып, 2-3 сағатқа қалдырасыз. Осылай 2-3 күн жақсаңыздар, соңында құрғап, безеу кетіп қалады. Геморройды емдеуге көмектеседі. Майлы, қабынуды жеңілдету, зақымдалған тіндерді барынша тез қалпына келтіру үшін қолданылады. Анусқа 10 күн бойы қолданылады. Күйікті және терең іріңді емдеуге көмектеседі. Күйген жерге жақпа майды жағып, дәкемен ораңыз. Жазылғанша қайталайсыз. Жарылғанды кетіруге көмектеседі. Өкшеңіз жарылған жерге левомекөл жақпа майын жағып жатасыз. Әр үйдің дәрі қорапшасында осы жақпа май болуы керек.